ютубтағы 10 күндік табысым 200 мың теңге болды. Күніне 10 мыңнан жоғары 12 мың, 13 мың, 15 мың теңге ақша түсіп жатыр. Кейбір адамдарға бұл ақша аз болуы мүмкін. Дегенмен мен декретте отырған анамын, 5 жыл бұрын ютубты бастадым. 5 жылдың ішінде 3-ші баламды босандым, 4 қалада тұрып көрдік, жолдасымен, отбасымен тұрақты түрде көшіп жүрдік. Дегенмен ютубтың бір жақсы жері, қолыңызда интернет және телефон болса, сіз кез келген жерде жүріп ютубты жүргізе аласыз. Сіз қай жерде тұрасыз, жағдайыңыз, түріңіз, жасыңыз ютубқа қызық емес. Және де осы ютубтың арқасында жақындарымды қуанттым. Қажетті қалаған жеріме барып тұрам, қонаққа барамын. Сонымен қатар жолдасым екеуміз Алматы қаласынан үй сатып алдық. Ол жерге ремонт жасадық, жақындарымыздың басын қосып Құдай тамақ бердік. Яғни ютубтың бір жақсы жері, сіз өзіңізге бастықсыз. Күніне 2-3 сағат уақытыңызды жұмсайсыз, басқа уақытта сіз боссыз, қалаған нәрсеңізді істей аласыз. Мысалы, мен 5 жылдың ішінде 5 мемлекетке барып, анамды бірінші рет шетелге апарып, 55 жасында алғаш рет ұшаққа отырған болатын. Сондықтан қазіргі уақытта ютубты көптеген адамдарға үйретемін. Даже 12 жастағы шәкіртім өзімен 1,5 жыл болды ютубтан табыс табады. Сондықтан егер де осы ютубты сіз қазір естіп отырсаңыз, сізде үйренгіңіз келсе, толық ақпарат қажет болса, төмендегі WhatsApp номерге жазыңыз.